Алтын арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін алтын арнасынан көретіндеріңіз. Лига конференцияның чемпионы анықталды. Хвича Кварацхелия Парис Сен-Жерменге барып қосылады. Ал Артем Довбик үшін Жирона қанша ақша сұрады? Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Ал достар, кеше түнде тағы да бір финалдың шешімі табылды. Ол Лига конференцияның финалы болатын. Афинада өткен айқаста Олимпиакос пен Фиорентина теке тірескен болатын. Бір-бірінің бағын сынады, күшін сынады. Бірақ та 90 минутта ештеңе де шешілген жоқ. Екі тараптан да шабуылдар болды. Енді соңғы минуттарда Олимпиакос қосалқы минуттардың соңында 116 минутта, яғни гол салды, 1-0 деген есеппен жеңді, жеңіске жетті. Олимпиакос тарихында ешқашан Еврокубоктарда кубок көтеріп көрген жоқ төбелеріне. Бұл Грекияның футболының тарихындағы алғашқы Еврокубок. Олимпиакос ұтқан Еврокубок. Грек елі әлі күнге дейін тыныш таппай тойлап жатыр дейді. Біз де шын жүректен құттықтаймыз. Енді бір қызықты ақпараттар айта кетейік. Олимпиакостың бас бапкері Хосе Луис былтыр Севильямен Лига Европаны ұтса, биыл Олимпиакос пен Лига конференцияны ұтып алған екен. 2 жылда 2 Еврокубок тұтқан бапкер. Ал Фиорентина болса 2 жылда 2 финалды беріп қойған клуб. Былтыр Лига конференцияның финалында Вест Хэмға 90 минутта гол жіберіп қойған еді. Биыл Лига конференцияның финалында 116 минутта Олимпиакосқа гол жіберіп қойды. Осындай өкінішті, жолы болмайтын бір жағдайлар болып жатыр Фиорентинада. Ал мінекей Грек елі де футболда тарихты жазып бастап кетті. Біздің жігіттерге де жұғысты болсын деген тілектеміз. Тұғырлы Тоттенхэм жайлы тақырыпты толғап өтейік деп тылардан басталатын әңгіме айтып жатқанда кімді айтамыз? Әрине Тимо Вернерді айтамыз. Тимо Вернермен ресми түрде жалға алу құқығын созғандарын Тоттенхэм клубы жеткізді, ресми хабарлады. Тимо Вернер келесі маусымда да Тоттенхэм клубында қалатын болды. Әрине сатып алмайды, жалға алады. Сатып алу құқығы да бар о жерде, бірақ та міндеттелмеген. Егерде бас тартатын болса, келесі маусымнан кейін Тимо Вернерді жіберетін болады. Келесі маусымда өзін керемет көрсетіп жатса, сатып алады 15 миллион евроға. Ал енді қазіргі Тимо Вернердің трансфер маркет порталындағы құны 17 миллион евро ғана. Ал Тимо Вернердің өзіне келетін болсақ, алғаны жалға алып қалған дұрыс па, дұрыс емес па деген әңгімеге келетін болсақ, толықтай дұрыс. Тимо Вернер командаға көмектесе алды. Қисық тебетіні бар, қисық теуіп қояды. 100% мүмкіндіктерді пайдалана алмай қалатын кездерде болады, бірақ та командаға үлесін тигізді. Жылдамдығы бар, дриблингі бар, кейбір кезде керемет соққыларда жасай алады. Жалпы бір қорғаушыны алдап өтетіндей шамасы бар шабуылшы, сондықтан да Тоттенхэмға келесі маусымда жақсы жағынан көмектесе алады деген сенім мол. Ал достар, күннен күнге чемпиондар лигасы жақындап келе жатыр. Дортмундтық Боруссия жеңеді ме, Реал Мадрид жеңеді ме? Әлбетте белгісіз. Карло Анчелоттидің өзі айтты, финалда фаворит болмайды, финалға тек 2 мықты жетеді. Бәрі белгісіз деді. Сондықтан да болжамды бұл ойынға біз айтпаймыз, сіз айтыңыз. Біз телеграм арнамызда 20 мың теңге ұтыс ойнатайық. Сіз біздің телеграм арнамызға тіркеліп, сол күні есепті тауып, өзіңіздің ұтысыңызды алыңыз. Телеграм арнамыздың сілтемесі осы видеоның астында достар. Дәл қазір тіркеліп қойыңыздар. Бұдан бөлікте үлкен ұтыстарды ұйымдастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Алтын доптың телеграмында финалдың есебін табыңыздар. Наполидан Хвича Кварацхелия кетеді. Дұрыс естідіңіздер, кетеді. Хвича Кварацхелияның агенті айтып отыр, бізге Парис Сен-Жерменнің ұсынысы түсті. Ол ұсыныс біздің қолымызда деді. Енді Парис Сен-Жермен Хвича Кварацхелияды алады деген ақпараттар бар. Хвичаның агенті айтып отыр, біздің қолымызда Парис Сен-Жерменнің ұсынысы бар. Енді біз Наполидің ұсынысын күтетін боламыз. Аурелио мырза не дейді деген сияқты. Жалпы жаңа келісім шарт ұсына ма, жалақысы қалай болады деген ақпараттарды білгісі келіп отыр.
отыр, бірақ та негізі Хвича Кварацхелийдің өзі дәл қазір шешім қабылдамауға тырысып жүр екен. Себебі қазір барлық ойы ұлттық құрамасында Еврода жақсы өнер көрсетсем деген ғана ойда жүр екен. Бірақ біз Парис Сен-Жерменнің шешімін қарастырып көретін боламыз деді. Енді бүкіл әлемдік деңгейдегі Ди Мартионың өзі айтып отырғандықтан бізге де сенуге болады. Ди Мартио инсайдер айтады, Хвича Кварацхелий үшін Парис Сен-Жермен 100 миллион евро беруге дайын Наполи клубына деген ақпараттар бар. Яғни демек жақын арада Хвича Кварацхелий да Наполидан кетеді. Онымен бірге өздеріңіз білесіздер, Асимхен да кететіні белгілі осы маусымда. Наполи үшін бір шетінен ақша табатын маусым, бір шетінен олардың кеткен ойыншылардың, топтардың, көшбасшыларының орнын Наполи кіммен жабады, ол да белгісіз. Артем Доббиктің мәселесі анықталып келе жатыр. Артем Доббикті Атлетико Мадрид өздерінің қатарларына қосатын болады. Бұл жайлы ақпаратты біз алдыңғы шығарылымдарда жеткізген болатынбыз. Бұл жолы тағы да нақтырақ мәліметтер пайда болған екен. Біз соларды сіздерге жеткізе отырайық. Артем Доббик үшін Атлетико Мадрид 25 миллион евро ұсынған. Біз қазір алуға дайынбыз деп. Бірақ та Жиронаның басшылықтары біздің ең негізгі ойыншыларымыздың бірін бұндай ақшаға жібере алмаймыз. Егер қызығушылық танытсаңыздар, кішкене қосыңыздар, 35 миллион евроға сата аламыз деген ақпаратты айтқан екен. Ал енді 35 миллион евроға да алуға болады. Өте жақсы, жас талантты футболшы деп айта аламыз, шабуылшы. Жалпы Артем Доббиктің қазіргі трансфермаркет порталындағы құны 30 миллион евро тұрады. Ал сатқан ақшасының 30%-ын Доббикті сатып алған клубына Жирона беруі керек 30%-ын. Сол үшін де барынша қымбатырақ сатқысы келіп отырғаны белгілі. Енді Доббик үшін ең дұрыс нұсқа осы Атлетико Мадрид деп санаймыз. Өзі үйренген лига, осы лиганың биылғы сұр мергені, және де осы лиганың ішінде осы Атлетико Мадридтан басқа ешкім келмейді. Барселонаға бармайтын сияқты. Меніңше, Барселонада оны алуға шамасы келе ме келмей ме белгісіз. Және Реал Мадридқа керек емес. Атлетико Мадридтан басқа нұсқа жоқ. Атлетико Мадридтан жақында Моратта кетеді деп жатыр. Енді Моратта кететін болса, сол клубтың жаңғыз өзі көшбасшысы бола алады. Шабуылда өзі қалады тұрақтап деген сөз. Және де Атлетико Мадрид жылда тұрақты түрде Чемпиондар лигасында ойнайды. Ішкі біріншілікте де өте мықты клуб. Сондықтан Доббик үшін Атлетико Мадридтан асқан клуб жоқ қазіргі таңда. Ұмытпай телеграм арнамызға жазылып, финалда ұтысқа ие болыңыздар. Бүгінге осы арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар. Назарларыңызға рахмет.